ақын Ринат Зайытов бүгінде отбасын қалай асырап жүргені жайлы бар шындықты айтты. Айтыскер көптен бері үлкен сахнадан көрінбей кеткенімен табыс көзін жоғалта қоймаған. Белгілі болғандай ол асабалық пен композиторлығының арқасында ақша тауып жүр. Өнер иесі бір әнге сөз жазу үшін 500-600 мың теңге көлемінде қаржы алатын болып шықты. Бір әннің мәтінін жазып беру үшін жарты миллион төңірегіндегі табысқа кенелетін ақын бүгінгі күні шалқып өмір сүріп жүргенін жеткізеді. Оған қоса Зайытов өз жағдайын қарапайым халықпен салыстырғанда әлдеқайда жоғары екенін жасырмай айтты. Әнге сөз жазамын. Бұрын авторлық қоғамнан да ақша түсіп тұратын. Ол жағы қазір кішкене бар. Сосын тойға барып сол жақтан ақша табасың. Мен өз жағдайымды қатардағы қарапайым қазақтардан әлдеқайда жоғары деп есептеймін. Сосын ішімнен ең сорлы қазақ менің жағдайымда өмір сүрсе екен деп армандаймын. Өйткені ол үшін біздің мемлекеттің мүмкіншілігі бар деп ойлаймын. Маған 10 бөлмелі үй қажет емес. Жыл сайын автокөлік ауыстыру қажет емес. 2-3 мың доллардың костюм шалбарын кию қажет емес. Шалқып өмір сүру деген әр адамның өз қабылдауына байланысты. Мен қазір Құдайға шүкір бір үйге қонаққа бара аламын, сыртқа шыға аламын, киетін киімім бар, ішерге тамағым бар. Менің түсінігімде мен шалқып өмір сүріп жүрмін. Бір әнге сөз жазу тегіннен басталады. Ал біреу әкесіне ән жазғысы келіп жатады. Оларға әнімен, сөзімен, аранжировкасымен қосқанда ары кетсе 500-600 мың теңгенің айналасында болады, деді Ринат Зайытов.